Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Путин хабарласыпты вообще Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевқа хабарласып, Ресейге сапармен келеді ғой, келеді деп жоспарлап жатқан. Сол Ресейге бармай тұрып 6 қарашада қателеспесем Америкаға барады, Орта Азияның президенттері Трамптың шақыртуымен. Енді Путин не деп звондады екен деп ойлап тұрмын. Сатпайсың ба, или сатып кетесің ба, не істейсің деп сұрап жатыр ма екен деймін да. Бұл негізі қазір дәл осындай кезеңде, Ресей осындай кезеңде тұрған жерде біраз елге негізі мүмкіндік қой. Қандай мүмкіндік енді өздері де біліп жатыр енді не болса да. Одан кейін кеше алдың ма буревник па, қанша 18.000 шақырым ұшады, 12 сағат ядролық оқтұмсық алып ұшады деп айтқан еді. Кім еді аты? Путин. Оның алдында Медведев, біздің ядролық бомбаларымыз дайын, керек болса ол жерде бір пункт бар, Ресейдің билеп отқан адамда өліп кетсе де сол ядролық оқтұмсық біз көздеп қойған жерге барып ұшып жарады деген еді. Трамп айтты, ойнап айтса да ойындағын айтты, қуыршақ президент болған кезінде деп Ресейге жақын екі суасты ядролық бомба таситын кемелерін әкеп жақындатып қойған еді. Енді мынау буревник бет қандай еді, соны айтты ғой, 18.000 шақырым ұшады, оның теңдесі жоқ деп айтты ғой. Бірақ оны 18.000 шақырымды қай жерге дейін ұшырып барып оны сынақтан өткізді, ондай ақпарат жоқ та. Мысалға Ресей, мысалға біздің Қазақстанның арғы жақ бері 3000 километр шығар жобамен. Ресейдікін білмеймін, Ресей бір 5000 шығар ары кетсе. Мүмкін оны сынақтан өткізсе, оны басқа елдер байқау керек еді ғой, же болмаса қағаз күйінде сынақтан өткізді ма, ол да белгісіз. Сөйтіп мақтанды ғой, біз ядролық оқтұмсық салып қойып атсақ, оны ешкім қайтара алмайды деген еді. Трамп айтты, біз Путинге, сен қоймайды екенсің әңгіменің ашығы бауырым. 4 күнде аяқтаймын деген соғысыңа 4 жыл болды, сен одан да соғысты аяқтауды ойласаңшы. Біз 8.000-18.000 шақырым ұшып жүрмейміз. Біздің суасты сүңгуір кемелеріміз Ресейге ең жақын жерде тұр деді ғой. Бірақ қай жерде тұр, Ресей оны білмейді. Радарына түспей ма, же болмаса оны түсіретін радарлары да қалмады ма деген сияқты. Одан кейін Зеленский қазір мәлімдеме жасапты. Енді кеше алдың күні Путин мақтанған еді. Қазір енді Зеленский айтып жатыр, біздің бір зымыранның атын ұмытып қалдым, екіншісі Фламинго. Сол екі зымыранды шығаруға бізге қаражат жағы қиын болып тұр еді. Сол қаражат жағын шештік. Енді сол зымырандармен біз Ресейдің аумағын жылытамыз деді ғой. Ресейге сәлем береміз. Ресейдің аумағында қолдан келгенше украиндіктерді ұмытпайтындай шабуыл жасаймыз деді. Кеше қай жер? Белград па? Қай жерде бір су қойма жарылып кетіп, Ресейдің сарбаздарына баратын жолдар жабылып қап, вообще техника тасу қиын болып жатыр екен. Одан кейін мынау біздің елдегі бүгінгі бір жаңалық айтайын. Мүмкін бұл бір халықтың көңіл күйін басқа жаққа бір аударудың бір тәсілі болып тұр ма, же болмаса бірдеңе болып тұр. Хаменов деген бар екен. Хаменов деген бір тәте бұрын Атырау облысының ба, Атыраудың ба әкімінің орынбасары болған, жемқорлықпен ұсталып сотталған екен. Сөйтсе ол апамыз дейміз ба, батыс жақта апа дейді ғой, енді апамыз элитный құдалықта жүр екен ғой. Элитный құдалықта боянып алған, же болмаса соған ұқсайтын бір әйел. Бірақ ақпарат тарататын арналар Хаменова деп, Бақытгүл Хаменова деп жазып жатыр. Алдында 141 миллиард ұрлаған адам да шықты. Үстіп ойланасың да, Мәсім қай жақ деген дейсің, Мәсім, Дикий Арман жатуы мүмкін енді. Мәсімді білмеймін енді, Мәсімді мүмкін. Оны сұрасаң, ой, құпиялықты сақтауымыз керек.
енді олардың айтуына қарағанда төңкерісті жасаған сол деді ғой. Енді мысалға қаңтарды ұйымдастырып провокация ұйымдастырып қаңтарда билікті басып алды деген темамен сотталды ғой. Елге опасыздық жасап отқан адам жасырады деймін да. Білмеймін, біздің ел қиын. Аз ақша ұрласаң сотталып кетесің, көп ақша ұрласаң шығасың ба бірдеңе ғой. Бишімбаев қайда отыр, ол да белгісіз. Ол мүмкін бір жерде кім екеуі отыр ма, кім еді, Мәсімбек отыр ма, түсіне алмайсың. Ашықтық керек, ашықтық. Кез келген жағдайға ашықтық керек. Ашықтық болмаса қиын. Шетелге барып мемлекеттің атынан документтерге қол қойып келіп жатыр. Енді ол қандай қол қойып келіп жатыр, қандай ережемен қол қойып келіп жатыр, кредит алып жатыр, сыртқы қарыз кетіп жатыр, ол қанша процентпен алып жатыр, Қазақстан жерінің несін қойып алып жатыр деген сияқты сұрақтардың барлығын қарау керек деш. Білмеймін енді. Жалпы сондай. Не болса да аз қалды. Құдай қаласа күн суытып келіп жатыр. Қалың киініп ет жеп жүріңіздер, ет жеп. Жақсы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жалпы сондай.